Рейхстагқа жеңіс туын тіккен қазақ батыры Рахымжан Қошқарбаев. Рахымжан Қошқарбаев Майдан даласына 1944 жылы келді. 150 атқыштар дивизиясында взвод командирі болып, Беларусь, Польшадағы ірі шайқастарда болды. 1945 жылы сәуір айында Берлин түбіндегі соғыстың ең сұрапыл шайқастарына да қатысады. Батальон командирі Рейхстагқа ту тігуге аттанатын алғашқы топты басқаруды Рахымжан Қошқарбаевқа тапсырған еді. Бұл әрине өліммен тең тапсырма болатын. Қарша борап тұрған оқ пен оттың ортасынан еңбектеп өтіп, 300 метр жерде тұрған Рейхстагқа 7 сағат бойы жүріп барады. Ғимараттың қабырғасына қызыл жалауды тігеді. Осыдан кейін Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігі туралы сол кездегі Майдан газеттері де жаза бастайды.